Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге Google AdSense-ті растау туралы айтатын боламын. Білесіздер, Google AdSense дегеніміз YouTube-тан түскен ақшаны картаға шешіп алу үшін керекті аккаунт. Яғни Google аккаунт бөлек және Google AdSense бөлек. Барлығы бір Google аккаунтқа тіркеледі YouTube каналда және Google AdSense-те. Бірақ Google AdSense дегеніміз ол сіздің жеке куәлігіңіз сияқты сіздің атыңызға тек бір рет ашылады. Яғни адамның атында тек бір ғана Google AdSense болады. Егер де басқа канал ашатын болсаңыз, тіпті 10 канал ашсаңыз да, 10 каналда монетизация қосатын болсаңыз, осы бір Google AdSense-ке тіркейтін боласыз. Google AdSense-тегі ақшаны қалай шешіп аламын десеңіздер, сіз Google AdSense-ті растау керек боласыз. Оны қалай растаймын десеңіздер, AdSense-іңізде $10 жиналған кезде сізге Америкадан хат жіберетін еді. Бұрын осындай мен осы AdSense-імізді осылай растаған болатын. Маған хат жіберді және бұл хаттың ішінде 6 цифрдан тұратын пин-код бар. Ол пин-кодты растаған кезде Google AdSense-тегі ақшамды шешіп алатын боламын. Дәл осы хат арқылы көбісі осы 2023 жылға дейін растап келді. Яғни 2022 жылдың аяғына дейін осы хатты жіберу арқылы, ішіндегі пин-кодты енгізу арқылы AdSense-ін растап жүрді. Ол кезде тек сол бір ғана раздел шығатын еді, подтверждение адреса деп. Одан кейін 2022 жылдың ноябрь, декабрь, яғни қараша, желтоқсан айларына қарай подтверждение адресамен қоса подтверждение личности деген көп AdSense-терде шыға бастады, жаңадан ашылған. Яғни ол жақта екі нәрсемен растау керек болды. Ең бірінші өзінің удостоверениесі арқылы 10 минут ішінде проверка болатын, және одан кейін осы хатты жіберу арқылы растау керек болды. Ал енді 2023 жылдың меніңше 1 январынан бастап, яғни 1 қаңтарынан бастап бұл хат енді керек емес болды. Мысалға Google AdSense-ті енді ашып жатқан кісілер болатын болса, оларға тек қана подтверждение личности ғана шығатын болды. Оны өз тәжірибемде жақында ғана зерттеген болатын. Мен өзіме екінші AdSense аштым. Бір адамның атына тек бір AdSense ашылады. Сондықтан мен өзімнің жақынымның атына екінші AdSense ашқан болатын, өзіме кейін керек болып қалады деген ниетпен. Және ол AdSense-ті ашқан кезде бірінші бір каналды монетизация жеткізіп алдым. Одан кейін у меня нет аккаунта деп жаңадан AdSense аштым. Ол AdSense-те кейін $10 толды. Толған соң маған хат жібереді деп күтіп жүрдім. Ешқандай SMS келген жоқ, хат келген жоқ. Одан кейін электронда почтаға бір хат келді. Соны көрсете кетейін. Ол жақта способы подтверждения екеу деп тұр. Мінекей, существует два способа проверки деп тұр. Біріншісі обычный процесс подтверждения личности адреса и AdSense. Мы вышлем по вашему физическому адресу пин-код дейді. Яғни осы пин-кодты сіздің адресіңізге жібереміз деп тұр. Бұл енді ескірген, уақыт өте келе осы бірінші способты кейін өшіріп тастайтын шығар. Себебі екіншісі уже ускоренный процесс дейді, неке. Ускоренный процесс, онлайн-процесс, который мы сейчас тестируем вместе с поставщиками услуг верификации. Яғни бұл жаңа подтверждение личности деген әлі күнге дейін тест жүргізіп жатқан екінші способ, екінші түрі, былай айтқан кезде Google AdSense-та растаудың екінші түрі. Кейін менің ойымша осы біріншісін алып тастап, тек қана екіншісі болады. Өйткені бұл жылдам екен, жақында ғана сол адресті растадым. Дәл осы SMS келді. Одан кейін подтвердить онлайн деген басқан соң басқа бір сайтқа жібереді растау туралы. Жеке куәлікті өзін түсіру керек болады. Кәдімгі карточканы енгізген сияқты, QR код сияқты картаны 4 бұрышты сонда шаблон береді. Сол шаблонның ішінде түсіру керек болады. Соны түсірген соң расталды деген сияқты шығады, жаңа жеке куәлік. Одан кейін адамның бетін, яғни биометрия арқылы осылай өзіңізге қарап тұрасыз. Сол қарап тұрған кезде жақында алыста кәдімгі Каспийдегі ішіндегі бір процесс сияқты дәл солай сізді тексеретін болады. Удостоверениедегі бет әлпеті сіздің жаңағы бет әлпетіңізге сәйкес келе ме деп. Шамамен 5-10 минут шамасында ойланып тұрды. Одан кейін подтверждение личности деп шықты. Сосын мен ойладым, жаңа $10 толғаннан кейін тағы да пин-кодты жібереді деп ойладым. Қазір уже подтверждение личности деп қана шығып тұр. Подтверждение адреса деген мүлде жоқ. Қазір осы суретін шығарып қоймын осы жерге. Яғни бұл дегеніміз, бұл пин-кодты енді ұмытамыз деген сөз. Жаңадан келіп жатқан ютуберлер осыны көріп отқан болса, оларға қуанышты жаңалық. Өйткені бұның жыры бұрыннан бері айналысып кеткен ютуберлер түсінеді. Бұны алу үшін кейбіреулері 3-4 ай күтіп жүрді. Кейбіреулер мүлдем алған жоқ, соңында тек 4 айдан кейін ғана удостоверениесін көрсетіп қана растай алды. Ол тек сужа поддержка арқылы. Бұл дегеніміз кәдімгідей проблема болды. Өйткені Қазақстанға 2-4 аптада келеді, жібереді деп айтады, бірақ минимум 1 айдың ішінде келіп жүрді. Маған осы ровно 1 айда келді, тура 1 ай болған кезде. Ал кейбіреулеріне 2-3 айда келіп жүрді. Ал кейбір кісілерге маған суреттерін жібереді, 4 айдан кейін келген, бірақ 4 айдан кейін уже отправить еще раз деп бірнеше рет басылады. Сол кезде барлығын баса берген 3 хат бірден келген екен. 3 хаттың ішін бәрін ашып қарайтын болса, бірдей пин-код. Яғни бір Google AdSense-те өзінің жеке тек бір код қана жіберіледі, оны
отправить еще раз деген кезде қайта соны жібере беретін болады. Енді бұл хатты мүлде ұмытамыз. Подтверждение личности деген өте жақсы нәрсе, өйткені сіз ойлаңыз, жаңағы 10 канал ашып болған соң да ақшаңызды, долларды Google AdSense-ке жинайсыз, оны ала алмай жүрген болсаңыз, одан не пайда? Сіз подтверждение личности арқылы өзіңіздің ақшаңызды енді жылдам шешіп алатын боласыз. Яғни 10 долларға жеткен кезде AdSense-іңіз дайын тұрады. Былайша айтқан кезде проверка жасайсыз 10 минут. Одан кейін сіз картаңызды енгізіп қоятын боласыз. Добавить способ оплаты деп тұрады. Яғни сізге жіберетін карточканы теріңіз деп. Одан кейін әр айдың 21-нен кейін сізге түсіп отыратын болады, егер порог 100 доллардан асатын болса. Яғни бұл дегеніміз өте жақсы жаңалық. Кейбір ютуберлер айтуы мүмкін, менде подтверждение личности деген нәрсе жоқ, немесе кейбіреулері подтверждение личности деген тұр, бірақ астында подтверждение адреса деген бар деп, ол жақта әлі код келген жоқ деп айтуы мүмкін. Яғни подтверждение личности ғана болатын болса, ол кезде дереу сіздің AdSense-іңіз расталатын болады. Ал егер де подтверждение личности ол жақта завершено деп, одан кейін астына подтверждение адреса деген тұратын болса, жаңағы пин-кодты енгізіңіз деп, онда сізге уже осы пин-кодты жіберген болып саналады. Яғни дәл бұрынғыдай осы хатты алып пин-кодты растау керек болады. Немесе отправить еще раз деп 4 рет попытка жасап, одан кейін удостоверениемен ғана растау керек болады. Егер де осы пин-код сізге келмейтін болса, оны қалай жасау керектігін менде видео бар осы каналда. Егер де сізге 4 рет отправить еще раз деген попытканы жіберіп болған соң да сізге осы хат келмеген болса, удостоверение арқылы AdSense-іңізді растасаңыз болады. Осы жерге шарп қоям. Так, мына жақта емес, или мына жақта емес. Мына жақта тұрады. Осы жақта шығатын болады. Достар, егер де осы видео сіздерге ұнаған болса, лайк басуды және арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видео пайдалы болады деген достарыңыз болса, соларға жіберіп қойсаңыздар болады. Себебі қазір кезде көбісі осы жаңалықты біле бермейді. Әлі күнге дейін осы пин-кодты аламыз деп жүруі мүмкін.